Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен мемлекеттік емтиханға дайындалатын боламыз. 7-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша. Енді жалпы қазақ тілі пәнінен 7-ші сынып оқушыларына арналған аралық аттестаттауда қандай тапсырмалар келуі мүмкін және қалай беріледі ол. Ең біріншіден тапсырмаларға тоқталатын болсақ, олар оқылым және жазылым тапсырмасы болады. Сонымен қатар үшінші бізде тілдік норма тілдік әдеби норма немесе тілдік норма деп тапсырмалар келуі мүмкін. Енді осы жағдайларда бізге тапсырма қалай келінеді? Мысалы, бірінші оқылым тапсырмасы болса, кез келген мәтін беріледі. Сол мәтінге арнайы сұрақтар дайындалады. Сол сұрақтарға сіздер жауап беру керексіздер. Мысалы, біз екі дос деген мәтінді алатын болсақ, осы мәтін бойынша сіздерге бірнеше сұрақ дайындалады, беріледі. Мысалы, мәтін үзіндісін мұқият оқып, негізгі ақпаратты іріктеп, зерттеп оқып, сұрақтарға жауап беріңіз деп келеді. Сондықтан мәтінді асықпай, барлығын толыққанды, сұрақты нақты оқимыз бірнеше рет. Сол кезде бізге қалай тапсырма беріліп тұрғандығы оңай болады. Одан кейінгісі бізде жазылым тапсырмасы. Жазылым тапсырмасына жаңағы достықтың адам өміріндегі маңызы қандай деуі мүмкін, немесе достық өмір дәнегі тақырыбында ойыңызды жинақтап эссе жазыңыз дейді. Сондай сәтте сіздер өздеріңіз ойларыңызды жинақтап, жақсылап эссе жазу керексіздер. Одан кейінгі тапсырма, мысалы, берілген етістіктердің түрін анықтап белгілеңіз деген тапсырмалар келуі мүмкін. Енді ондай тапсырмалар қайдан келеді? Өйткені сіздер осы 7-ші сыныпта алған білімдеріңіз бойынша есімше, көсемше жұрнақтары, сонымен қатар тұйық етістік тақырыптарынан тапсырмалар келінеді. Мысалы, кез келген сөздер беріледі: оқыған адам, айтатын ой, жасайды, жүгіру, бергел, тұру, алғалы деген сияқты. Осы сөздер сіздер есімше, көсемше, тұйық етістікке бөліңдер деп жазады. Мысалы, есімше бізде қан кен, ар, ер болымсыз жұрнағынан кейін жұрнағы жалғанады. Және атын, етін, итін, ақмек, бақбек, бақбек. Мысалы, оқыған дегенде, ған деген бізде не болады? Есімше деген жерге плюс қоясыздар. Мысалы, немесе айтатын, атын, етін, итін. Ода бізде есімшенің үшінші жасалу түрі. Мысалы, айтатын ой десе, айтатын, ода есімше болады. Жасайды. Жасайды десе, и, мысалы, жаса, и бізде көсемшенің жұрнағы болады. Өйткені бізде көсемше бірінші жағдайда и, екінші жағдайда және қалы келі деген жұрнақтар арқылы жасалынады. Енді жүгіру дейтін болсақ, бізде яғни бізде тұйық етістік болады. Енді тұйық етістік ережесіне қарасаңыздар, тұйық етістік бір ғана жұрнағы арқылы жасалады. Жүгіру, мысалы, тұру, жүру, ойнау, күлу, ұйықтау деген сияқты, ояну, яғни барлығы тұйық етістікте бір ғана жұрнағымен жасалынады. Мысалы, алғалы дейтін болсақ, бізде қалы келі, яғни көсемше. Осылай сіздер жаңағы тапсырманы орындайсыздар. Одан кейінгі сұрақ, мәтінде кез келген мәтін тағы да берілуі мүмкін. Кез келген мәтін. Біз білмейміз, қандай мәтін сіздерге келеді, қандай мәтінмен дайындалады. Сонда, мысалы, тапсырма мәтінде автор қандай жақсы қасиеттерді сипаттаған мәтіннен іріктеп жазыңыз, немесе эссе жазыңыз деген сияқты болуы мүмкін. 100-120 сөзден тұратын. Ал енді осымен сәттілік, келесі сыныпта кездескенше. Емтиханнан барлықтарыңызға жақсы баға алуларыңызды тілеймін.